Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай шай үстеліне осындай тәттілерді дайындаймыз. Небәрі жарты сағатта дайын болады. Осындай пирог шоколадный және де чак-чак. Ең алдымен осылай жарма крупасын 20 минутқа айранмен бірге араластырып, 20-25 минутқа қойып қоямыз. Осы уақытта біздің жарма ісініп болғанша біз чак-чак қамырын илейміз. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды сода мен тұзбен жақсылап араластырып, үстінен ұнды електен өткізіп, жұмсақ қамырымызды илеп аламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді осылай тұндырып, бір 15-20 минутқа қойып қоямыз. Мінекей біздің манный крупамыз толығымен дайын болды. Енді пирог дайындауға кірісеміз. Үстінен осылай 1 стакан қант және де жарты стакан сұйық майды құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Содан кейін осылай ұнды електен өткізіп, разрыхлитель для тестаны қосып, жақсылап араластырамыз. Ең соңында какао қосатын боламыз. Осы жолы пирогты мен силиконды формамда табада пісіремін. Сіз кез келген табада формада пісіре аласыз, тек маймен майлауды ұмытпаңыз. Енді біздің массамызды 180 градусқа дейін қыздырылған духовкаға 30-35 минутқа жібереміз. Әркімнің духовкасы әрине ұқсамайды, сол үшін әртүрлі болады дайындалу уақыты, соны естен шығармаймыз. Ал енді біздің пирогымыз пісіп болғанша біз чак-чактың қамырын жайып аламыз да, содан кейін видеода көрсетілгендей соломка етіп тураймыз. Осылай жұп-жұқа қылып кесетін боламыз.
Осылай дайын чакчакты қатты қыздырылған майға қуырып аламыз. Біздің пирог пеште тұрғанда бір 5 минут қалғанда осылай шоколад сүтпен сол духовканың ішінде ертіп аламын. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Енді мен осылай үстінен ертілген шоколад пен сүтті жағып шығамын, бірақ ол міндетті емес. Енді біздің чакчакқа арналған сиропымызды дайындап аламыз. Мен ешқандай су, ешнәрсе қолданбаймын, тек қана бал және қант қосамын да. Осылай сиропымыз дайын болады. Мінекей осылай сиропымыз дайын болды. Енді үстінен осылай құйып, жақсылап араластырып, содан кейін холодильникке 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Және де мен осы чакчаттың үстінен кунжут қосатын боламын, себемнің үстінен. Және де грецкий орех пайдалануға болады. Кейбіреулері изюм қосады, бірақ ол міндетті емес. Мінекей достар, біздің тәтті шайға, тәтті дастарханға осындай шоколадты пирог және де чакчагымыз дайын болды. Небәрі жарты сағатта дайын болады. Өте тез, оңай. Сіз де жасап көріңіз, жасап жатсаңыздар ас болсын.